Бізде де ойлануға болады, мысалы, ол міндетті түрде бұрынғы уақытта Құдай тұтқызып, Құдай деп атап, Құдай тұтқызса, кейінгі заманда ол шарт емес оны Құдай тұтқызу. Құр соған еліктесең болды. Құр еліктеп жүрсең. Мысалы, содан ойланса болады. Мысалы, қазақтың жаңағыдай айтайық, шыршаның қасында не істеп жүргеніне. Не істеп жүрсің ол жерде? Ол да сөйлемейді, ол да мылқау. Не істеп жүрсің ол жерде? Сұрақ, ақылдың сұрағы да, ақылдың ақылды адамға қоятын сұрағы. Білмеймін, әйтеуір жүрміз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, мән ташаббаха биқаумин фахуа минхум. Кім бір қауымға еліктесе, ол сол қауымнан дейді. Қараңыз қандай. Еліктеудің өзі қиын нәрсе да. Абай атамыз айтады, 15-ші сөзінде қателеспесем, ақылды адам мен ақылсыз адамның фарқын айтып көрейін дейді. Адам өзі осы дүниеге келген кезде бір нәрсеге қызықпай тұра алмайды дейді өмірде. Дүниеде қызықты нәрсе өте көп. Сонда дейді, есті адамға, жаңағы қызықтар есті адамға ұсынылған кезде, есті адам дейді, есі бар адам, ақылды адам. Ол тек қана орынды, баянды, дұрыс іске ғана қызығады дейді. Және соның нәтижесін іздейді дейді ол. Ал есер адамдар дейді, қараңыздар, есер адамдар не болса соған бағасыз құнға, баянсыз нәрселерге қызығып, жаңағы итқорлықпен өмір сүріп жүре береді дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан есті адам мен ессіз адамды айтып жатыр да. Сондықтан дейді, сен дейді, есті адамдардың қатарына кіргің келсе, сен жоқ дегенде күніне бір мәрте құр ойлан дейді, немесе аптасына бір мәрте. Оған қолың тимесе жарайды, түсінейік, сені айына бір мәрте құр ойланда, алғашқы өміріңді ашып тастар дейді алдыңа бүйтіп. Сені өкіндіретін нәрсе бар ма, жоқ па? Иманыңа, дініңе, ақыретіңе, жаңағы салиқалы өміріңе сол жерге бір қуантатын нәрсе бар ма? Өкіндіретін нәрсе бар ма? Міне осыны зертте деп отыр да. Міне ақыл деген нәрсе. Қоғамда көп нәрсе ақылмен істеліп жатқан жоқ. Қазір көңіл қалауы билеген нәрсе. Көңіл қалау ақылдың орнынан шығып кеткен. Түсініңіз ба? Сондай жағдай ол. Соқтан да еліктеу деген нәрсенің өзі өте қиын нәрселері де болды. Сол нәрселерді байқау керек.